Сәлеметсің бе, балақай? Мен бүгін саған қонаққа келдім. Мен қоянмын. Кеш жарық, балақай. Бүгін саған қонаққа қоянды шақырдым. Қояндардың ауылға жақын жерлерде, ормандарда мекендейтінін білесің ғой. Әсіресе қыстың күні қояндар аппақ тонын үстіне киеді. Ал көктем жаз айларында ол сұр түсті қоян болады. Ал енді бүгінгі ертегіміз қоян туралы болмақ. Ал қоян болғанда да жай қоян емес, мақтаншақ қоян туралы айтып беремін. Жақсы, мақтаншақ қоян туралы ертегі тыңдауға дайынсың ғой? Онда мен бастаймын. Баяғыда орманды бір қоян мекен етеді. Жазда рахат, орманда бәрі бар. Ал қыс болса, ол қоян өзіне азық іздейді екен. Ондай сәттерде шаруалардың астық қоймаларына түсіп, сұлы ұрлайды. Бір күні ол қоян астық қоймасына келсе, қояндардың барлығы сол жерде жүр екен. Сонда әлгі қоян тұрып, былай дейді: менің мұртым мойылдай, табандарым күректей, тістерім болат қанжардай. Мен ешкімнен де қорықпаймын, деп жатып кеп мақтанады. Мақтаншақтың бұл жайын қояндар қарғаға келіп баяндайды. Қарға мына мақтаншақ қоянды іздеп жүріп, бір бұтаның түбінде тығылып отырған жерінен тауып алады да, оны шұқып тисе бастайды. Сол кезде қоян қарғаға: қарға апатай, мен бұнан былай мақтанбаймын, маған тиіспеші, деп жалынады екен. Қарқ, қарқ, иә, сен не деп мақтанып едің? Деп қарға сұрайды. Мұртым менің мойылдай, табандарым күректей, тістерім болат қанжардай деп мақтанып едім, дейді қоян. Қарға оны біраз мылжалайды да, ендігі әрі мақтанушы болма деп жөніне қоя береді. Ал бірде тас үстінде отырған қарғаны иттер қағып түсіреді. Ал мұны көріп қалған қоян: қап аттеген-ай, қарғаға қалай көмектессем екен, деп ойлайды. Сөйтеді де, бұл мақтаншақ қоян сонымен қатар өте мейірімді екен. Ол қарғаны құтқару үшін бір төмпешіктің үстіне барып, шоқиып отыра қалады. Ал оны көрген иттер не істейді? Әрине қоянды ұстап алғысы келеді, е? Барлығы қарғаны тастай салып, қоянның артынан жүгіре жөнеледі. Ал қарға болса, сол кезде иттерден құтылып, ағаштың басына қайтадан қонады. Қоян да жүгіргенде алдына жан салмайды. Ол да жүйрік. Ол иттерден қашып құтылып кетеді. Осыдан біраз уақыт өткен соң, қарға қоянды кездестіріп, былай депті: жарайсың, қояным. Сен мақтаншақ емес, ақ жүрек, батыр екенсің, деп қоянға қарға алғысын жаудырыпты. Бұл ертегіден, балақай, біз қоянның мақтаншақ емес, батыл, ержүрек екенін білдік. Солай ғой? Жақсы. Осымен менің ертегім аяқталды. Келесі кездескенше сау бол.